Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Мен Шыныбаева Алия. Жамбыл облысы Сарысу ауданы Шағалалы негізгі мектебінің 4-ші сынып мұғалімі. Білім алушылар, әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Балалар, осы кітаптың ішінде біз неше түрлі шығармалар мен ақын жазушылармен, ұлы тұлғалардың қызықты әңгімелерімен, өлеңдерімен бірге танысатын боламыз. Келістік пе, балалар? Сабағымызды бастамас бұрын тақырыпты тауып алайық. Тақырыптың негізгі сөзін мен мақалдың ішіне жасырдым. Көп нүкте үшін күрес, елге тиген үлес. Елге біз неге күресу арқылы үлесімізді тигіземіз? Қанеки балалар, таптыңдар ма? Ал қанеки дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көрейік. Отан үшін күрес, елге тиген үлес. Сабақтың тақырыбы отаным, бақыт ордасы. Сабақтың мақсаты тақырыпты негізгі ойды анықтап үйренеміз. Яғни, бірінші тапсырманы дәптерімізді аламыз, қаламсабымызды аламыз, отанға тілек тақырыбында топтастыру құраңдар. Балақайлар, сендер жазды деп ойлаймын. Бейбітшілік, тыныштық сөздерімен пайдаланып, бір-біріңе жақсы тілек айтыңдар. Балалар, қанеки біз бір-бірімізге жылы-жылы лебізімізбен білдіріп, бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айта отырайық. Балалар, қанеки біз орнымыздан тұрып, бойымызды жазып, сергіту сәтін жасап алайық. Әдібай Табылды жазушы әрі ақын. 1926 жылы Жамбыл облысының Тұрар Рысқұлов ауданында дүниеге келген. Ол кісінің бөбекке сөз, қайырлы таң балалар, тағы да басқа балаларға арналған көптеген кітаптардың авторы. Жазушының әңгімелері мен өлеңдері ақыл ғибратқа толы. Ол кісінің қайырлы таң балаларды өлеңін оқып шығайық. Қанеки балалар, менімен бірге кітаптарыңа сұқ саусақтарыңды қойып оқимыз. Кітабымызды ашып бірге қайталаймыз.
Арайланып, таң атты, алтын шапақ таратты. Қайырлы таң, балалар, жер бетінде тыныштық, кел бетінде күн ыстық. Қайырлы таң, балалар. Жарқырады қаламыз, жарқын әлі даламыз. Қайырлы таң, балалар. Аман отан панамыз, аман ата-анамыз. Қайырлы таң, балалар. Атты өлең шумағын оқып шықтық. Қанеке балалар, сендерге сұрақ. Кейіпкер нені мақтан етеді? Неге қуанады? Сұраққа жазамыз. Өлеңдегі аман, отан панамыз деген сөйлемді қалай түсінесіңдер балалар? Отан сөзін қолданып, өлеңнің тақырыбын қалай өзгертер едіңдер балалар? Екінші тапсырмамыз. Отанға қызмет ету дегенді қалай түсінесіңдер балалар? Ойыңды топтастырып, біз дәптерге жазамыз. Балалар, сендер жазды деп сенемін. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар балалар.